Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Ана тілінің 91-ші сабағына қош келдіңіздер. Заттың санын білдіретін сөздер тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Ендеше балалар, біз мәтінді тыңдайық, болжаймыз. 4.90. Түркі халықтарында жылды 4.90-ға бөледі. Олар қыс 90, жаз 90, шілде 90, күз 90. Мұны жылдың 4 мезгілі дейді. Әр 90-ды 3 ай немесе 90 күн болады. 90 деген сөз осыдан шыққан, 7 қазына жинағынан. Мәтін неліктен 4.90 деп аталған балалар? Жарайсыңдар. Өйткені жыл мезгіліне байланысты 7 қазына жинағында солай деп аталған, жазылған. Әр 90 жыл мезгілі бойынша қалай аталады? Мысалы, қыс айында қыс 90, жазда жаз 90, шілдеде шілде 90, күзде күз 90 деп аталатын болған. Мәтіннен неше және қанша сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Балалар, тауып көрейікші. 4.90. 4.90-ға бөледі деген жерде 4 деген сөз бұл жерде мағынасы сан ретінде көрініп тұр. Ал 90 сөзінің мағынасы бұл жерде сан ретінде көрінбейді. Оның екі мағынасы бар. Одан кейін тағы да 4.90. 4 мезгілі дейді дегенде. Одан кейін 3 ай немесе 90 күн болған. Жарайсыңдар балалар. Енді сұрақтарға жауап жаз. Атың кім? Неше жастасың? Нешінші сыныпта оқисың? Балалар, мысалы, Арай. Менің есімім Арай. Жасым 7 жаста. Бірінші сынып оқимын. Сол сияқты сендер де айтыңдаршы, кәнекей, сенің атың кім? Жарайсың, танысқаныма қуаныштымын. Сенің жасың нешеде? Немесе неше жастасың? Нешінші сыныпта оқисың? Жарайсыңдар балалар. Сабақты жақсы оқыңдар, Енді ребустарды шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Балалар, бірінші неге қарайық? Суретке. Кеме. Мына жерде ешкі. Ендеше кеме сөзіндегі үшеуін тастаймыз. Е әріпі қалады. Және ешкі сөзіндегі алдыңғы екі әріпті сызып тастаймыз. Сонда екі сөзі қалады екен. Балалар, екі сөзіне сұрақ қойып көрейік. Неше? Сен, мысалы, мен 2-ші сыныпта оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? 2-ші сыныпта. Яғни бұл санын білдіретін сөздер болып табылады. 2-ші суреттегі сөздерді өздерің тауып, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңдер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Балалар, мұнда неше алмұрт бар? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар. Менде 8 алмұрт бар. Сенде неше алмұрт бар? 8 алмұрт бар, Жарайсыңдар балалар. Ендеше міндетті түрде тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап беріп отырыңдар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.